Біреуін скакалка алып келмейсіңдер. Зал ішінде элементарно тазалық қанша айтамын сіздерге. Туалетті сендер үшін жуам. Таза тұрсын деймін, что тап-таза сиялы, тазалық. Туалетке осымен оқушы балалар тап-таза жерге кірсе екен. Залдың іші тап-таза жер, постоянно жуам тазалаймын. Осы балалардың таза жер жаттығып жасаса екен деймін. А сендер сол еңбекті сыйламайсыңдар ғой. Бүкіл инвентарь, перчатка, шлем кейбіреулерде болмай қалады. Өшірден беремін. А оны өздерін сатып алу керексіңдер. Скакалкаларын жоқ, чайкасыңдар барлықтарын. Залда как попало. Бүкіл менің тазалығыма, бүкіл менің сендерге жасап жатқан істірлігіме, мен сендерге жақсылығыма, сендер түкіріп, қақырып, былайша айтқанда аяқтармен тыртап жатсыңдар. Скакалка элементарно, скакалка. Біреуінде скакалка жоқ. Мына скакалканы мен жоқ балаларға айтам постоянно, сатып алыңдар деймін. Кім жаңадан келді, мына жақтан алыңдар деймін. Кімде скакалка жоқ именно. Сендер скакалка секіресіңдер, міне. Қарашыңдар. Скакалка секіресің до такой степени. Тәртіп жоқ сендерде. Мен, конечно, ашуланбаймын. Мен, конечно, жынданбаймын. Мен қалай ашуланбаймын, қалай жынданбаймын. Скакалканы аласыңдар да, міне. Секіріп боласыңдар да, неге қалай болсын, неге лақтырып келесің, міне. Жатырмын. Мен постоянно айтамын сендерге уже. 6 жыл, 5 жыл бапкер болғалы айтамын сендерге. Шаршаймын ғой, менде нерв деген уже. Бетон емес қой. Скакалка секіріп болыңдар ма? Ладно, өздерімен әкемен хотя бы мен сендерге жасап жатқан осы мынау жақсылық скакалкамды қойып қойыңдар. Будьте любезны, әдемілеп қойыңдар. Міне, қаш бардақ. Как попало? Разве это красиво? Сұрақ сендерге. Әдемі ана тұрған тұрсын? Неужели сонда бүйтіп қойып қойып болмайды ма? Ровно. Міне, ровно қойып қоймай ма былай? Ровно, әдемілеп міне. Дұстандар бәрін жинамайды. Бегом аш! Жинамдар! Тез-тез топырлама бәріктер. Бәрін сендер үшін істейді. Бәрі болса екен сендерде. Таза жүрсін. Таза жерде болсын. Таза жерде жаттығу жасасын. А сендер бәріне түкіресіңдер, қақырасыңдар. Элементарно жерде жатқан заттарды алмайсыңдар да мусорды. Тренировкаға лас-лас аяқ киіммен келесіңдер. Кие саламыз ғой саған, не дейіп кел. Тұрдар яқа. Жылдам. Пожалуйста, міне. Міне. Жаңа қалай тұрды? Мына қалай тұрғыз? Міне порядок деген осы, тәртіп деген осы. Вид енді қалай енді? Вид қалай? Естімедім? Міне балалар, тәртіп деген осынайдан басталады. Ағайлар еңбектерін сыйлау білу керексіңдер. Сыйламасаңдар, ағайын еңбегін ақтамасаңдар, ағайын айтқан істемесіңдер, тәртіпке бағынбасаңдар, барлықтен маңыраған қой, мал боласыңдар. Міне, элементарно міне. Вид, пожалуйста, Валя. Туалетке как попало барасыңдар. Әдемілеп таптазлап қоям, арттарынан келем, сідік, мача, сиіп, түшіп, боқтарын бүйтін отыратын жерге шашып келесіңдер. Құсасыңдар, рафинаға барасыңдар, қолдарын жуған бұлай тұрсын, сіңгіріп, мұрын боқтарыңды жақып келесіңдер әдерге. Никакой, кайсо. Баланба мен, жарайды. Никакого уважения. Балан, құлақ қама, түс. Все ғой. Абай, түс сөйледі. Абай, түс. Никакого уважения. А вот мен жасаған істірлігімді, жасаған сендерге осы жақсы амалымды элементарны қарашы. Қарашы, скакалканы түсіш шаң. Қалай тұрады скакалка? Түсіш. Қашты. Қалай тұр ровно, әдемі. Қалай красиво тұр. Осы мен сендерден ни о чем не прошу. Саған келіңдер ма, тәртіпті болыңдар. Это на ваше завтрашнее будущее сенден болашақтарын өздерің керек. Үйреніңдер, салақ болмаңдар. Маңыраған қой болмаңдар. Дұрыс па мен, дұрыс емес па? Дұрыс. Өмір бақи ертең өздеріңе
сауық болады. Жүрген жеріне тәртіпті боласың, таза боласың. Барған жерде қандай мекемеде жұмыс жасасыңдар да, қайда жүрсеңдер де арттарынан тазалап, или болмаса біреудің басшының бір тазалығын бір соны құрметтеп сыйлап жүрсеңдер, айтады: мынау менің балам молодец, мынау менің подчиненный, рабочим қандай молодец. Ата-анасы қандай тәрбие берген екен, қандай тазалық, қалай четко жүреді бұл бала. Айтқан сөзінде тұрады. Не деген еңбекқорлы, сөзінде тұрады. Екі сөйлемейді, мықты жігіт, еңбекқорлы, күшті, еще физически мықты. Ата-анасы қандай керемет кісілер екен дейді. Қайдан білсін оған мұхит ағайда үлесін қосып отқан? Қайдан білсін оған мұхит ағайда жүріп қаншама жыл мұхит ағай оған қарсап миын жеп отқанда осы дәрт тазалық жайлы. Мұхит ағайларды ұмытасыңдар сендер дәріптер уақыт келеді. Ұмытсаңдар ұмыта беріңдер. Бірақ осы айтқан сөзден мен айтсаңдар миларды жеп айтып отқандар жүректерінде сындырып алсаңдар болды, маған сол болды. Өмірде мықты адам болсаңдар болды, маған самыдан. В этом мне хватает. Сыйламай қойыңдар мені нахрен. Айтып қойыңдар по жизни, когда вырастете, когда-то станете кем-то, чем-то в жизни. Кто-то министром стать, кто-то президентом страны может стать, среди вас может. Кто-то какой-то ученым, космонавтом, кто-нибудь генералом может стать, я не знаю. Самое главное, ең басты айтып отқан менің сөзім жүректерінде қалса болды, айтып самое главное. Мен айтып қойыңдар. Тәртіпті болыңдар. Түсінікті ма? Ағайлардың үмітін және де жасап жатқан осы еңбегімді не затрудняйте мне работу, не затрудняйте, вы должны его наоборот легче мне делать. Элементарно легче, что-то элементарно порядок орнына жинап қойдың ба, көмектесіп орнына дұрыстап қойып, қалай тұрды солай қойыңдар ағай қойып. Тазалықты жақсылап тазалап, жерде бір жақына тастап қойыңдар. Ағайға бір көмектерің болсын. Туалетке барып, тап-таза тұрма, таза отырыңдар, таза жүріңдер. Рахинаны да таза қойыңдар. Тренировка элементарно, бүкіл кроссы, аяқ киім, носки, ішкі киім, трусы, бәрі сменный бөлек болсын. Бәрі бөлек болсын. Это, во-первых, ради вас. Денсаулықтар үшін. Көбілердің носкилерін ауыстырмайсың, кейбіреулерін келесіңдер сол носкимен, сол трусымен тренировка істейсіңдер де, сол носкимен, сол трусимен кетесіңдер. Мен не үшін постоянно қылғылдаймын, бәрін ауыстырыңдар деп. Потому что, во-первых, гигиена, носкилерін сендер тренировка киесіңдер, терлейді, ол ертең сасиды, аяқтарын сасиды. Аяқтарын ертең суық дейді, ол суық носкилер, ол терлеген носкилер. Ішкі киім, трусилер тренировка істейдіңдер, ол су болып шығып кеттіңдер. Қазір жассыңдар, ертең өтесіңдер, өскен сайын құттарыңа суық тиеді. Неше түрлерде аурулар пайда болады сосын. Все сменное должно быть. Тәртіп болу керек барлық жерде. Вот сонда өсесіңдер. Түсінікті ма?